Сәлем достар, біз бүгін тауық етінен өте дәмді кешкі ас немесе түскі ас жасайтын боламыз. Өте дәмді соуспен жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Ол үшін біз духовкамызды қыздырып қоямыз алдын ала, және видеодағыдай көкөністерімізді осылайынан бөліп турап алатын боламыз. Мен көлемдерін видеоның астына жазып кететін боламын. Пиязымызды, осылай чесногымызды барлығын турап, тұз, бұрыш, паприка және де базилик сеуіп шығатын боламыз. Бетіне соңында оливковый масло сеуіп 200 градуста 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз духовкада. Оған дейін біз тауығымызды дайындайтын боламыз. Осылайынан қанаттарын алып тастап, қызып тұрған табаға екі жағын қызартып қуырып алатын боласыздар. Кейіннен біздің соусымыз дайын болғаннан кейін духовкадан шығарып, осылай барлығын блендерға салып, блендердан өткізіп алып, тауығымыздың бетіне құятын боламыз. Артынан тағы да дәміне қарай тұзын, бұрышын, базиликті сеуіп, баяу отта бетін 30-35 минутқа жауып қоятын боласыздар, тауық еті жұмсарғанша. Соусы өте дәмді болады, жанына күріш пісірсеңіздер болады. Оған дейін иранский салат ширази деген салат жасайтын боламыз. Осы салатпен ұсынсаңыздар болады. Ол үшін қиярды 4 бұрыштық майдалап турайтын боламыз, помидорды және де красный лукты 4 бұрыштық тураймыз, сладкий перец тураймыз жарты, кейіннен тұзын, бұрышын себетін боламыз, және де жарты лимонның суын құясыздар. Дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңызша жаңғақ салсаңыздар болады, бірақ жаңғақпен дәмдірек болады. Кейіннен петрушка, укроп сеуіп, оливковый масло құйып, үлкен қасықпен 1,5 қасық араластырасыздар. Солай біздің оңай әрі дәмді салатымыз дайын болады. Оған дейін біздің тамағымыз да дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соусы өте дәмді болып шығады, қыздар. Ас болсын. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп лайк басыңыздар.